Армысыздар, қасиетті қазақ елі, өзіме таныстыру жазам енді. Боламын мектебімнің жас маманы, жеңіске қолдарымды созам енді. Жер жәннаты жетісу тумасымын, 94-те туғанның құрдасымын. Өнегелі ұстаздық жолындамын, пайдасын ойламайтын бір басымын. Мақсатым ұстаз болу өнегелі, шәкірттермен кеңейту керегемді. Білікті, білімді ұстаз болу үшін ізденуден жалықпай келеменді. Мен Жағалбаева Арайлым Үмбетайқызы, бастауыш сынып мұғалімі, 2016 жылы Талдықорған қаласындағы Жетісу мемлекеттік университетін аяқтап, 2017 жылы Астана қаласындағы номер 59 мектеп-лицейінде пилоттық жоба аясында тәрбиеші қызметін атқардым. Ал ұстаздық жолында өзім 11 жыл бойы білім нәрімен сусындаған жыр құлагері Ильяс Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінде бастадым. Қазіргі заманға білім алушыларымның сұранысына сай, сабақтарымды әртүрлі әдіс-тәсілдермен әрлеп, балалардың сабаққа деген ынтасы мен қызығушылығын арттырудамын. Баланы оқытудағы мақсаты, оны әрі қарай мұғалімнің көмегінсіз-ақ дамуға қабілетті ету деген екен Эдгард Хавард. Бұл деген сөз, мұғалім білім алушының бойындағы дарыны мен ерекше қабілеттерін көре біліп, оны дамыту бағытында жұмыс жасау қажет. Менің бұл қызметімді іске асыруға әртүрлі қызықты ойындар, шығармашылық және логикалық ойлауды қажет ететін қосымша тапсырмалар беру арқылы өткізетін сабақтарым және сабақтан тыс өтетін қосымша сабақтар, мектепшілік түрлі шаралар мен олимпиадалар, байқаулар өз жемісін беруде. Мен үшін шәкірт жасылан, көзімнің ағы қарасы, үйретсем деймін ұрпаққа саналы сөздің сарасын. Төл тілін еміп арды өскен, елінің ойлар санасын, жеткізсем деймін биікке қазақтың қара баласын. Әр білім алушыма көмек қолдауымды көрсетіп, бәйгеге баптаған жүйріктерге балап, мәреге жетіп, жүлде алғанша жанкүйер болатын ұстазмын. Мұғалім ізденісін тоқтатқан күні, мұғалім болудан қалатыны бәрімізге мәлім. Сол себепті заман талабына сай бәсекеге қабілетті оқытушы болу мақсатында өз білімімді үнемі жетілдіріп, біліктілікті арттыру курстары мен семинарларына қатысамын. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан демекші, өзім жетекшілік ететін сыныбымда шәкірттерімнің бойына патриоттық, адамгершілік, зияткерлік тәрбиені сіңіру мақсатында тәрбие сағаттар өткіземін. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқушыларды кітап оқуға баулу мақсатында кітапханамен жұмыс жүргіземін. Мұғалімдік мамандық бұл адам тану. Адамның күрделі және қызықты шым-шытырығы мол, рухани жан дүниесіне үнлей білу. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық өнер ол даналықты жүрекпен ұға білу болып табылады.